Құрметті менің оқырмандарым, осы менің парақшама жекеме келетін өте көптеген сауалдардың ішінде мен іріктеп сіздерге аптасына бір рет кәдімгі ең көптеген қойылған сұрақтарға жауап бермекшімін. Соның бірі, жалпы өкпе реніш деген не? Өкпе реніш деген сонау бала күннен қалыптасатын дүние, яғни бала өзінің дегеніне қол жеткізе алмай қалғандықтан ашуға, ызаға булығып, яғни эмоция іштен шықпай қалған жағымсыз эмоция үлкен ашуға кеп соқтырады екен. Біз сонау бала күннен бастап ашуға, өкпеге жол бермеуге тырысуымыз керек, яғни баламен еркін сөйлесе білуіміз керек екен, оған қатты қажетті нәрсені анықтап әңгіме арқылы шығаруымыз керек екен. Әңгімемен былай сөйлесіп шығарылмаған дүние бұл іште эмоция арқылы шығады. Ал енді ашудың эмоциясы өте жоғары болады. Жалпы ашу деген, ызалық деген бұл жан жануарға тән нәрсе. Яғни жануарлар өздерінің қалағанына қол жеткізу үшін сондай ызалықты бетіне шығарып, жаңағы басқа өзінің әлі келетін жануарларды сол бетіне шыққан эмоциясы арқылы үркітіп қорқыталады екен. Сол себепті бұл ашудың да, ызаның да жаңағы түбі алып келетіні бізге ол үлкен өкпе ренішке айналады. Өкпе реніш дегенді барлықтарыңыз білесіздер, оның арты адамды үлкен күйзеліске және де денсаулыққа сыр беруіне әкеп соқтығады. Сондықтан өкпе реніш, ашу дегенді бүгінгі күннен бастап артта қалдыруымыз керек. Нақты осы тақырыппенен барлығымыз онлайн сабақта терең жұмыс істейміз. Арнайы бір апта, 2 апта уақытты осы тақырыпқа, өткенді босату тақырыбына арнаймыз. Сол жерде толығыменен ашып, шығарып, кәдімгідей көп нәрседен айырыламыз. Ал енді болашаққа жаңағыдай алдыға жылжимын, қандай да бір нәтижеге қол жеткіземін деген адамда ешқандай өткен күннен өкпе реніш қалмауы керек. Себебі бұл айналып келгенде өзімізге ғана зиян тиетін дүние, өзіміздің ғана денсаулығымызға бізді ренжітіп, біздің көңілімізге қаяу салған адамдардың бәрі мүмкін қазір бақытты болып, мүлдем басқа жақта өмір сүріп жүруі мүмкін. Ал біздер соны іште керек емес дүниені жаңағы арқамызға жұқ қып салып алғанбыз. Сондықтан өкпе реніштеріңіз болса, кешіріңіздер. Бұның түрлі тәсілдері бар, техникалары бар. Бұның барлығын мен ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт кітабында толық жаздым. Сол жерден алып қарасаңыздар болады. Жасаңыздар, қаншама осыны оқыған кісілердің барлығы жасап, өздеріне керекті нәрселерін алып жатыр. Себебі расында да адамдар бір-бірін өте қатты жақсы көреді. Адамдар жаңағыдай іштегі жағымсыз эмоцияға ғана беріліп, сондай бір сезім пайда болады да, жағымсыз. Сондықтан шын мәнінде айналып келгенде біз бір-бірімізді жақсы көреміз, ешкімге жамандық тілемейді. Сол себепті өкпелеудің орнына жақсы көремін деп бір-біріңізді құшақтап, кешіріп, тіпті араласпасаңыз да кешіріңіз. Ең бастысы сіз кешіруіңіз керек. Кешірімді болайық, бір-бірімізді жақсы көрейік. Ал енді бізге келетін хаттар өте көп. Ол хаттардың мен іріктеп ең көбірек келгендеріне осылай YouTube каналда сіздерге жауап беріп отырайын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, бізге экранда көрсетілген Instagram парақшаларына жазыңыздар, хабарласыңыздар. Біз міндетті түрде жауап береміз.